Құрмет қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, менде баяғыда мынандай бір сұрақ болатын еді. Осы неге ауылдарда су жоқ? Осы неге жаңа нысандар салынбайды, спорт комплекстер салынбайды? Неге деген сұрақ қоятым да мен. Вроде дамыған елде тұрамыз, вроде байлығымыз да жетеді, бірақ неге жоқ деген дүние ойлайтынмын. Енді ағайын соңғы кездерде енді сәл бет зерттеп жүрмін ғой енді. Содан бір нәрсе байқадым да, оказывается, біздің Қазақстанның біраз активтері сыртқа шығып кеткен екен да. Біраз активін сыртқа шығып кеткен екен. Қазір енді шүкір Аллаға деп айтайын, мынау Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен елімізге сыртқа кеткен активтар барлығы қайтарылып жатыр. Кәдімгідей қайтарылып жатыр, және ол активтер далаға кетіп жатқан жоқ. Спорт комплекстері салынып жатыр, шүкір Аллаға деп айтайын. Жаңадан нысандар да салынып жатыр. Салынбай былай жөнделіп те жатқан қаншама нысандар бар. Ауылда кәдімгідей судың барлығы 2025 жылға дейін бүкіл Қазақстан Республикасындағы ауылдар сумен, ауыз сумен қамтамасыз етіледі деген бір әңгіме бар. Жалпы ағайын, мен ойлаймын да, айтсаң өтірік сияқты. Ешкім сенбейді, қойшы тасташ дейді да, мысалға ше. Бірақ құрметті қазақ елі, айналайындар-ау жандарым, бұл ел тек бізге ғана керек, бұл біздің ел. Сондықтан тек жамандығын ғана көре бермей, сіздерден өтініш, жақсылығын да көрейікші. Активтер қайтып жатыр ма? Қайтып жатыр. Оған керекті дүние жасалып жатыр ма? Жасалып жатыр. Бағалайықшы.